Сәлем достар, қалайсыздар? Гуглға кабинет налогоплательщика деп жазамыз и оған кіреміз. Бүгін біздер возврат жасайын деп тұрық. Войти по ЭЦП, выберите файл дегенге біздің ЭЦП-ның аудс түрін таңдаймыз. Біріншісі, введите пароль дейді. Парольіміз жаза аламыз да, выбрать дегенді басамыз. Басқаннан кейін біз өзіміздің кабинет налогоплательщикке кіреміз. Осы жерде налоговое заявление дегенді таңдаймыз. Осының ішінде көп заявлениялар бар. Бізге керек заявление ол зачеты и возвраты. Ең біріншісі зачет, возврат, ошибочно уплаченных деген тұр ғой, соны таңдаймыз. Мынандай сөз шығады: для возврата уплаченной суммы по КБК. Мына КБКлар бойынша 4-ші В строканы таңдаңыз дейді, егер возврат жасағыңыз келсе дейді. Ошибочно уплачен деген. Ашқаннан кейін біздің данныйларымыз автомат түрде толтырылып тұрады. И мына жерде 4-ші строка причина. Енді қандай причина бойынша возврат жасаған келеді дейді. Ошибочно уплаченная сумма дейді, В-ны таңдайық. И 5-те возврат па, зачет па дейді. Возврат таңдайсыздар. Зачет ол бір налогтан екінші налогқа, бір КБК-дан екінші КБК-ға ауыстыру. Бізге возврат керек. Енді мына жерге өзіміздің 20 сандық номерімді жаздым. КЗ деп басталады. Енді мына жерге қандай банк керек, соны жазамыз. Мысалға, менде мына жерде бүкіл банктер тұр. Өздеріңізге керек банк, өздеріңіздің счеттарыңыз қай банкте, соны жазуға болады. Мысалы, Каспий банк, немесе Халық банк деп осы жерден іздеп аралауыңызға болады, немесе бірден үст төбесіне жазуыңызға болады. Қараңыздар. Так, мен жаза салайын, себебі өте көп, ішінен іздей отыру керек. Так, Каспийдікі былай жазылады, қараңыздар. КСПЗК, акционерное общество Каспий банк дейді. Выбрать дейміз. Код банканы тердік. Енді төбесіне автомат түрде акционерное общество Каспий банк деп шығып тұр. Болды, осы жерді ғана толтырамыз. Менің өзімнің Каспий банкым осы жерге түсу керек деп осыны ғана толтырдым. Сіздер де солай жасайсыздар, өз банктеріңізді жазасыздар. КЗ деп басталатын 20 сандық номер. Келесі номер удостоверения личности. Артында тұрған удостоверениедегі номерді жазамыз. Мына жер жауып тастап жатырмын, бірақ басын көрсеттім. Номер удостоверения личности. Так, теріп алайын. Енді бұл удостоверение қай күні берілді дейді, соны жазамыз. Қай жылы, мысалы 2016-да берілген, соның цифрларын жаздым. Болды. Бірінші бет толтырылды. Мына жерде ұмытып кетіппіз. Орган, выдавший документ дейді. Осы жерде таңдаймыз. Бізге кім берді бұл документті, удостоверениені. Мысалға, бізге мына жерде неше түрлісі бар, өзіңізге керектігін таңдап алыңыздар. Так, біздер ең біріншісін таңдайық. Министерство внутренних дел РК, яғни ішкі істер министрлігі берді. Сол себептен осылай жазамыз. Енді болды. Ары қарата кеттік. Так, енді страница 2. Страница 2-де, как всегда, местонахождение ИП. ИП қай жерде орналасқан, соны жазамыз. Оны регистрационный данныдан қарап алуымызға болады, егер ұмыт қалатын болсақ, немесе білмейтін болсақ. Так, міне мына жерде жазылып тұрады. Мысалы, 618 Ақтөбе қаласында. 618 деп жазамыз. Болды. Енді приложение 2 бұл жерді толтыру үшін лицевой счетты қарап алайық. Лицевой счет. Осы жердегі сумманы возврат жасайын деп тұрмыз. Мысалға, 101-202 КБК-дағы 33.600 теңгені қайтарайық. 101-202 бізде, бұл бізде подоходный налог. Мына үй ашыққа біз жаңағы КБК-ны қоя салайық. 101-202. Так, қойылмады, қайтадан. 101-202 индивидуальный подоходный налог деп шығып тұрады. Үстін басасыздарда выбрать дейсіздер. Міне шықты. Келесі сумма налога дейді. Оны осы жерден қарап аламыз. Қанша теңге қайтаратынымызды? 33.600 теңге. Міндетті түрде барын қайтармасаңыз да болады. Например, 10.000 теңгесін, 7.000 қайсы лишний, соны қайтаруға болады. Сол жерде ғана жазасын 10.000 деп. Болды. Енді страница 2-сін ашайық. Бұл жерде қай жерде тұрып жатсын, соның бин аппаратын жазу керекпіз. Бұл жерге біз бин аппарат табу үшін УГД-ның бастапқы 4 цифрын жазамыз. 0618 десек, толықтай шығады. Ақтөбе облысы бойынша, Ақтөбе қаласы бойынша деп. 061801 деп бин аппараты толық шықты. Көрдіңіздер ма? Бастапқы 4 цифрын жазбаймыз, полностью жазсақ бин аппараты шығады.
Енді мына келесі приложениеге тиіспейміз. Ол зачет үшін ең соңғысын қараймыз. Страница 1 дегенді. Бұл жерге КБК-ны қайтадан жазамыз. Мана біз қай жақтан өзімізге аударғымыз келеді. 101-202-ден, индивидуальный подоходный налог. Сумма налога платежа қанша теңге аударғымыз келеді, соны толықтай жазамыз. 33 600 теңге. 10 мың қайтарғыларыңыз келсе, 10 мың деп жазасыздар. Қарайсыздар. Проверить заполнение, ошибок нет. Болғаннан кейін барып отправить в ОГД дейсіздер. И мынандай сіздерге сообщение келеді. По вашему налоговому заявлению мынандай зачет немесе возврат болайын деп жатыр дейді. Возврат в сумме 33 600 теңге, 101-202-ден, индивидуальный подоходный, мынандай бенге, мынандай счет номерге аударылайын деп жатыр деп Каспий банкпен. Окей дейсіздер. И бұл жерде аутс пен рұқсат тұрады. Рұқсат түрін таңдаймыз. Паролімізді жазамыз. Подписать еткенде рұқсат таңдаңыздар, Окей деп жібере қоямыз. Мен бұны жібердім. Бұл ақша қайтып келді. Негізінде осының алдына жіберіп қойғанмын. Сіздерге көрсетем қазір. Налоговое заявление барамыз. Найти дейміз. И міне бізде шығып тұр. Заявление успешно обработано деп тұрса, сіздерге бұйырса 10 жұмыс күннен кейін қайтады деген сөз ақшаларыңыз. Так, черновикті өшіріп тастадым, болды. Лицевой счетқа барсаңыздар, ол жерде 33 600-ның орнына сіздерден 0 тұрады. Біз осының алдында басқа ОГД-ға жіберіп қойғанбыз, и соны қайтарып алып, қайтадан жіберген түріміз. Жақсы сау болыңыздар, маған жазылуды ұмытпаңыздар.